Сәлеметсіздер ма? Әдебиеттік оқу 3-ші сынып 69-ші сабақ. Қысқаша түсіндірмесі. Психологиялық ахуал орнатамыз. Әндері мен күйлерін жаттап лезде аламыз. Ізін басып өнердің бізде сондай боламыз. Топқа бөлінеді. Атақты тұлғалар деген үлкен тарауда жатырмыз. Сондықтан атақты тұлғалардың кім екенін айтады да, қай топ түссе, сол топқа орналасады. Абай Құнанбаев, қазақтың кемеңгер ақыны деп үстін басады. Абылай хан, қазақтың ханы. Ыбырай Алтынсарин, ағартушы педагог. Ахмет Байтұрсынов, қоғам қайраткері. Шоқан Уәлиханов, қазақтан шыққан тұңғыш ғалым. Бауыржан Момышұлы, ұлы отан соғысының ардагері. Әл-Фараби, ғұлама ғалым. Құрманғазы Сағырбайұлы, қазақтың күйшісі. қазақтың палуаны Қажымұқан, ұлы отан соғысының батыры Әлия деп. Қай топ түссе соған басады. Мынау Шара Жиенқұлова, Әлия Молдағұлова, Тоқтар Әубәкіров, Күләш Байсейітова, Мағжан Жұмабаев, мынау Қабанбай Батыр, мынау Мұхтар Әуезов, мынау үш би. 20 оқушыға арналып жасалған. Одан кем болса оқушыларыңыз қосуға да азайтуға да болады. Топқа бөлмей алып тастасаңыз да өз еркіңізде. Бағалау, критерия бойынша бағалау, 10 балдық жүйе. Балаларға түсіндіресіздер. Бүгін домбыра бағалау әдісі бойынша бағалаймыз. Канеке ендеше үй жұмысына сұрайын. Шәкірт балаларға өлеңін кім жаттап келді сұрайсыздар. Содан кейін үй тапсырмасын бекітеміз. Шәкірт балаларға өлеңінің авторы кім? Авторын айтады Жамбыл Жабаев. Тексереміз. Келесі. Ақын өлеңді кімдерге естелік ретінде жазды? Балаларға. Келесі деген клавишті бассақ та болады. Ақын өлеңде өзін неге теңейді? Бәйтерекке. Ақын өлеңде балаларды неге теңейді? Бәйшешекке теңейді. Осыған сұрақтарға жауап берсе, хормен жауап бергізсеңіз де болады, 1 ұпай беріледі. Канеки, мына жұмбақ шешейік балалар. Қос қазық 2 желі 8 ноқта сөйледі. Жұмбақтың шешуі домбыра. Ал домбырада қандай күйі білеміз? Канеки, тыңдап жіберейік. Бұл адай күйі. Адай күйін тыңдатқаннан кейін күй атасы нүкте. Құрманғазы. Адай күйі кімнің күйі балалар? Құрманғазының күйі. Ендеше тақырыбымыз адай күйінен кейін күй атасы, яғни Құрманғазы. Авторы Ахмет Жұбанов. Мақсатымен таныстырасыздар. Ендеше оқулықтағы бірінші тапсырмаға келейік. Бұл негізінде ой қозғау. Күй өнері тақырыбына 5 сөз ойластырыңдар. Балалар, күй бұл біздің ұлттық музыкамыз, солай ма балалар? Ұлттық музыканы неде тартамыз күйді? Домбырада. Домбырада тартатын адамды балалар стикерге жазсын. Бір тақтаға ма күй өнері деп жазып қойсаңыз болады. Қапталына стикерлермен жапсырсын балалар. Мынаны жазып болғаннан кейін шығарасыңыздар. Күй тартатын адамды кім дейміз? Күйші. Біздің қазақтың атақты күйшісі кім? Құрманғазы. Мінекей, күй өнері дегенде біздің есімізге осындай сөздер түседі. Стикер беріп жаздырған жақсы, ақ параққа болса да ортасына күй өнері деп жазып қойып. Ал енді Құрманғазы Сағырбайұлы кім болды? 3 минуттық видеоны көрсетесіздер. Егер мынау ашпайды деп жатсам, мына сілтемені басасыздар. Ал енді ұжымдық жұмыс 4 балл беріледі. Негізгі ойын анықтайды, автор туралы әңгімелейді. Құрманғазы мен күй құдіреті арасындағы байланысты анықтайды, себебін түсіндіреді. Сұрақтар беріп тұрасыз ғой дескриптор бойынша. Әбден оқытасыз, түсіндіресіз. Автор бұл Ахмет Жұбанов. Осылайша әңгімелеп, осы бойынша да әңгімелесе болады. 4-ші тапсырма жұптық жұмыс. Қазір көрсетемін қалай орындайтынды. Сергіту сәті. Мына жерде сілтемесін қойып қойдым. Бірақ болатын күні баспаңыздар. Мынау балаларды үйрету үшін. Адай күйінің музыкасы бар, мына жерде. Қағазбен орындайтын оркестр бар, соны орындатасыз. Портфол тапсырмасы бар, 7 сұрағы бар. Жақсы екен, тақырыпқа байланысты, осыны орындатасыздар. Бірінші топ Құрманғазы күйші, келбетті, мана мәтінде бар ғой, сол туралы жазады. Мысалы, түрмеде отырған, немесе кісен ашқан деген күйі бар, тағы бірдеңе адай күйі бар деген сияқты. Құрманғазы туралы жаңағы жазады оқушылар, мәтінге сүйене отырып сәйкестендіреді. Жүзі жайнап үйге көңілді енді бұл Ақмаңдай. Мына стрелкамен әкеледі, осы Ақмаңдайға келеді. А3 формат қылып шығарып аласыздар, және
ламинаттайсыздар. Үкілі сары домбырасына қол созды. Бұл Ақмаңдай. Еңселі ер тұлғалы жүзі келісті. Бұл жаңағы Құрманғазыға келеді. Ер мінезді, ерке бойжеткен Ақмаңдай. Өнерлі қыз Ақмаңдай. Осыны сәйкестендіреді. Топтық жұмысқа 1 балл. Үшінші топ сюжеттік кестені толтырады. Мәтін авторы Ахмет Жұбанов. Оқиға қай жерде болды? Ауылда, немесе мына оқиға қай жерде? Киіз үйдің ішінде дейсіз ба? Кейіпкерлер кімдер? Ақмаңдай, Құрманғазы, Ақмаңдайдың ата-анасы. Қандай оқиға болды? Мына жерге жазады: Ақмаңдай даладан келді, күй тартты деген сияқты. Бұл оқиғаға не әсер етті? Күйдің тартылуы деген сияқты. Оқиғаның салдары, жаңағы үй иесі Құрманғазыны таниды, оның өнеріне тәнті болады деген сияқты қылып жазады. Теңге алу ойыны. 1 теңгеден бастаймыз. Мәтін қалай айтылады? Құрманғазы. Мәтін авторы кім? Ахмет Жұбанов. Ақмаңдай қайдан келді? Даладан бірдеңеден деген сөз бар. Қандай қыз? Өнерлі. Неге? Қабағын дегенде. Ой алай. Ақмаңдай неге қабағын шытты дейді. Қараймыз. Өнерлі қыз қандай күй тартты? Құрманғазының келбеті қандай? Құрманғазы қандай күй тартты? Өшім жауап береді. Кәнеки балалар, кім қанша балл алды деп осыны қорытасыздар бағалауды. Сабақ. Кейде мынау интерактивында доскада менің өзімнен настройка жоқ па, дауыс шықпайды. Бірақ мынаны алғандар дауыс шығып тұр дейді. Енді қарарсыздар, болмаса мышкамен орындатарсыздар. Үй тапсырмасын бересіңіз. Сонымен сабақ аяқталды. Енді жұмыстарын көрсетейін. Қарайық. Артық кетіріп тастайын. Автор деп КМЖ. Барлық қамтылып жазылды енді. Сәл-пәл қате болса, әріп қате кеткен болса, манағындай жөндеп жібереміз. Содан кейін көрнекіліктері. 1-ші топтың тапсырмасы. Кәдімгі печатқа барып, сотканың даусын баш, печатқа барып шығарып аламыз. Мына жерде печатқа. Так, 2-ші топтың тапсырмасы. 3-ші топтың тапсырмасы. А3 плакат қылып шығарасыздар. Бағалау домбыра. Жұптық жұмыс міне көрсетем деген. Суреттегі ортасын қиып бересіңіз бір жұпқа, 2 адамға біреуін. Суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленген? Ақмаңдайдың үйге келіп домбыраны алып күй тартуы деген сияқты. Қазіргі күйшілерді атайды, жазады. Алдын ала таныстырасыз ғой. Балалар күйшілерді қайдан білсін. Так. Содан кейін мына жерде бар бізде Құрманғазы манағы видео бар. Болды, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.